Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен іштің кебуін халықтық әдіспен аз уақыттың ішінде емдеуге болатыны туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Іштің кебуі өте жағымсыз ауру, жаныңызға батып ауырады, қолайсыздық тудырады, өзіңіз қысыласыз. Іште жиналған жел сыртқа шықпайынша мазаңыз болмайды. Бұл жағдай ішекке бактерия түскеннен орын алады. Бірінші жолы 2 шай қасық ұнтақталған аскөк немесе укроп дәмін 400 мг қайнаған суға салып бетін жауып қоясыз. Шамамен 10 минуттан соң емдік тұнбаны сүзіп алып 100 мг-нан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтанудың 30 минут алдында қабылдау керек. Екінші жолы 2-3 дана белсендірілген көмірді 1 стакан сумен жұтыңыз. Бұл іштің кебуіне жедел түрде көмектеседі. Үшінші жолы 1 ас қасық түймедақ гүлін 1 стакан қайнаған суға салып бетін жауып қоясыз. Салқындаған соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз.